Баршаңызға сәлем. Бүгін үй жағдайындағы грилді, тауық етінен грилді дайындаймыз. Бірінші маринадын дайындап алайық. Кішкене 1 қасық сарымайға сарымсақ саламыз, 1,5 сарымсақ, тұзын саламыз 1 қасық. Және соусын қояйық. Және тауық етіне приправасын саламыз. Ішкі терісінің ішіндегі тауық етіне маринадын дайындап аламыз. Бірінші соевый соусты әркім өзі қосады, қоспаса да бола береді. Терін абайлап, бірінші шаншып еттерін шаншып аламыз. Ары қарай терінің ішіне жұқалап, жан-жақтарына жағып аламыз. Дәмдері әдемі болып, татып әдемі болып пісу үшін, татымды болып. Екіншіден ішіндегі еттеріне вилкамен кішкене басып аламыз. Еттерін ішіне екінші маринадын дайындап, майонез қосамыз, оны сыртына жағамыз. Паприка кішкене 2 қасық, 3 қасық сырты қызыл болып әдемі болып пісу үшін қоса беруге болады. Және 1 қасық қара бұрыш қосамыз, араластырып, сыртына жағамыз. Жағып болған соң 1,5 сағаттай маринадта қойып қоямыз. Ары қарай картошкасын, сәбіз қоссаңыздар да болады. Мен мысалы сәбіз ұнатпайды балаларым, сол үшін қоспаймын. Овощтардан сол болгар бұрышы, кішкене сұйық май қосам, тұз себем, кішкене 1 қасықтай, жарты қасықтай болсын, қара бұрыш себем. Араластырып, ортасын кішкене қазір ашып қоямыз да, ортасына маринадталған грилімізді қоямыз. Ол дайын болады. Это 1,5 сағатта дайын болады. Астын 200-ге қойып қоямыз. Солай, ас болсын баршамызға.